қатысты әртүрлі үгіттер жүріп жатыр ғой. Ораза керемет, денсаулыққа пайдасы жақсы дейді. Енді салмағы артық адамдар тағы басқа қант диабет деген сияқты ашығу арқылы салмағын түсіріп жеңілдеп, жүрек ауруларын азайтуға әсер етуі мүмкін. Бірақ ислам елдеріндегі мұсылмандардың орташа жасы сол 60 жастың айналасында. Ал 120 миллионнан астам халық бар мына Жапонияда орташа жас 86-87 жас. Батыс елдерінің орташа жасы 84-86 жас. Бізден шамамен 25 жылға артық өмір сүреді. Мұсылмандар зейнеткерлікке жетпей о дүниеге кетіп жатыр. Неге? Себебі көбі кедей, қайыршы, кейбіреулердің еңбек өнімділігі өте аз. Адам капиталы жоқтың қасы. Медицинаның деңгейі де, білім деңгейі де өте төмен. Бұл үлкен жаһандық статистика. Сонымен қатар мына ислам елдерінің жер асты байлығы әлемдегі елдердің жер асты байлығының 70%-ын құрайды. Бірақ білімге, технологияға, ғылымға қол жетпегеннен кейін олардың жалпы ішкі өнімі ана дүние жүзіндегі елдермен салыстырсақ, мына ислам елдері, Африка, Оңтүстік Америка сияқты кедей, қайыршы елдерден 10 есе кедей. Яғни ислам елдерінің жалпы ішкі өнімі әлемдік экономиканың 7%-ын ғана құрайды. Ал жер асты байлығы 70%-ды құрайды. Анау Кондолиза Райс деген ақш-тың мемлекеттік хатшысы болды ғой. Араб мемлекеттер лигасында сөйлеген сөзінде былай дейді. Осы Араб мемлекеттер лигасы елдердің жалпы ішкі өнімнің барлығын жинағанның өзінде Еуроодақтағы 5-ші орын алатын аграрлық Испаниямен ғана тең дейді. Бұл дегеніміз діннің алып келген жемісі. Ал біздің қазақ осылай діннің артынан кететін болсақ, онда сол талибандар сияқты соның айналасында жүрмекпіз. Иран болсын, Ирак болсын, Сирия болсын, қай-қайсыда оңып тұрған шамалы ғой. Сол Иракта мысалы Саддам Хусейннің кезінде миллионнан астам әскер болды. 50 миллиондай халқы болды. ақш-тың әскерлері соларды 21 күннің ішінде тас-талқанын шығарып жаулап алды. Ол не деген сөз? Ол миллиондық армия түк те істей алмайды. Себебі олардың қаруы жоқ, технологиясы жоқ. Бізде де қазір тап сондай жағдайдамыз. Бұның барлығы дінге қарсы айтылып жатқан уағыз емес, оны дұрыс түсініңіздер. Бұл статистика. Біздің елде шынымен халықты қорғайтын армия жоқ, жастардың тірлігі болса анау. Біріншіден мынау әсіре діншілдік надандық қалып барады. Надан адам қайыршы болады, кедей болады. Надан халық дамымайды, тойшыл болады, кезбе болады, еңбек ете алмайды. Біз қазір осындай моральдық норма дайындадық, тәрбиеледік. Білім министрінен баса, білім басқармалары барлығы ешқандай жұмыс істеп жатқан жоқ. Неге? Мысалы, білім деңгейінен Қазақстан халықаралық рейтингтерде 102 елдің ішінде 98-ші орын алады екен. Мынау Гондурас, Камерун сияқты ең артта қалған елдердің қатарында. Екінші рейтингте де сол 73 елдің ішінде 69-ші орын алады екен. Неге осындай жағдайға жеттік? Себебі біз білімді дәріптемейміз, білімнің қоғамға пайдасын айта алмаймыз. Мына білім министрлігінің жұмысы ең алдымен білім мәселесі, тәрбие мәселесі мына қазақта ұмытылған. Біздің қазақ халқы тәрбие дегенді жүйелі түрде түсінбейді. Мысалы, балаға мал сияқты қарайды. Ол тыныш отырса, аузына бірдеңе салып берсем, соны тәрбие деп ойлайды. Жоқ, ол тәрбие емес, ол мылқау болып өседі. Біздегі жастардың көбі осындай.